қайырлы таң. Бүгін аптаның екінші күні, сейсенбі. Сағат қазір таңғы 6:30. Жаңа тұрып ертерек, шашымды жуып, универге дайындалатын боламыз. Қазір шашыма осындай маска жағамын. Бұны мен осылай шашымды жуып болғаннан кейін бір 10 минут қана ұстап тұрамын. Сосын шашымды кептіремін. Осы жақында мен Миннесодан осындай типа Миу заколкасын тауып алғам. Очень красиво. И қазір осымен шашымды жинап боянатын боламын. Мен обычно шашымды таңертең кептірмеймін, өйткені біріншіден бізде далада өте жылы, екіншіден өзі кепкен қалаймын, өйткені фенмен все равно как-никак шаш құртылады. Но если прям асығыс болып тұрсам, онда мен обязательно шашымды кептіремін. Но пока что шыққанға дейін, пока өйстіп жүре тұрамын да, сосын если кеппей жатса, фенмен тез кептіремін да, сосын шыға саламын. Вот. Бүгінгі макияж осындай болып шықты. Но, конечно, ресница деген уже бітіп жатыр. Сол үшін более такой Korean vibe, корейский vibe болып шықты менде. Бүгін мен өзімен осындай үлкен пакет, ішінде неше түрлі материалдар, модель и рюкзак алатын боламын. Ішінде барлық керек заттар. Мы, короче, идем сейчас в универ. Очень много спали. От слова совсем мы не спали. Да. Но зато подготовлены и пораньше, без опозданий. Главное, накрашен. Да. И сейчас время 8 утра. Идем завтракать. Мы первый раз за полгода идем в универ на трем. Күшті погода болып тұр қазір. Және біз Starbucksқа келіп, тамақ ішіп алып, сосын сабаққа баратын боламыз. Application? Приятного аппетита. Кішкене ертерек келдім. Бұл біздің класс, еще екінші класс бар. И әр класста 30-40 адамнан отырады. И вот такой вот классный вид. Прям терезенің қасына отырып алғансың ғой. Менде осындай әдемі блокнот бар, қазақша. Ішіне мен барлығын жазам, сабақты, план, не бар, бәрін жазам. Мен қазір үйге келдім. Үйге келсем, маған доставка келген екен. Бірақ бұл доставка өзгеше, бір басқаша доставка. Көбісі түсінбейді. Бұл, мынандай үлкен пакетте. Еще ауыр ғой. Бұл, пластик. Мен қазір Дайсонға арналған подставка жасап жатырмын. Соны сатып бастап жатырмын. И просто көрсеткім келіп тұр сіздерге. Бұл, мынандай подставка. TikTok, Instagram'dan көрген шығарсыздар мүмкін. Салған кезде. Осындай подставка специально Дайсонға арналған. Видеосын қазір осыдан кейін көрсетемін сіздерге. Әр насадканың аты жазылған. Еще плюс мына жерде тағы да насадка қоятын дополнительный орны бар. Және дәл осындай подставканың басқа түстерінде сұрап жатыр менен. Сол басқа түстер заказ берген болатынмын. Қазір бірге ашып көрейік. Мен, осы уақытқа дейін
осындай ақ түсін заказ берген болатынмын, ақ түсті пластик. Сосын қара түсін заказ берген болатынмын. Бірақ менен қара ақ емес, басқа цветтерін сұрап жатқаннан кейін басқа түстерін заказ бердім енді. Давайте бірінші болып мынандай коробканы ашып көрейік. Сосын сіздерге процесін барлығын көрсететін боламын. Андай ұзақ емес, кішкене ғана көрсетем. И қандай цвет деп ойлайсыздар? Осындай пластик специальный. Бұның өзі бір шама ақша тұратын негізі. Вау, какой цвет богатый. Қазір осыдан мен осындай подставка жасайтын болам. Менің ойымша өте әдемі болатын сияқты. А еще я купила, осындай браслет. Маған осындай келең шықыр-шықыр еткен бар, осындай орнайды, Бұл, H&M. Қазір білмеймін, енді Қазақстанда бар ма, жоқ па. Сол кезде алғам, последний болған тұрын. Күшті браслет өзімен айт. А вам нравится? Давайте екінші коробканы ашайық. Екіншісі тоже сұраған болатын осы цветті. Осы цветті беріңізші деп, бірақ негізі мен өзім бұл цветті заказ берем деп ойлаған жоқпын, өйткені бұл цвет маған қатты ұнамайды. Бұл бізде серый. Осындай. Бірақ екеуін қосқан кезде әдемі болады екен, иә? Сосын үшіншісі бар тағы да. Даже мынандай упаковкаға салып берген ғой, прикиньте. Такой красный, красивый такой. Қандай күшті етіп салып берген пластикқа. Вау. Бірақ цветі күшті екен, иә? В общем, осындай 3 богатый цвет заказ бердім. Қазір бірге жасап көрсетем. Міне менің 3D принтерім. Осы күшті принтер арқылы мен қазір подставка для Dyson жасайтын боламын. Артына жаңа алған пластик салып қойдым. Қазір енді команда беріп, уже бердім. Қазір автоматически өзі примерно дұрыстап алып, мына жерден қарап, сызып, в общем, маған күшті етіп 6 сағаттан кейін подставка жасап береді. Мен, влог түсіруден вообще шығып кетіппін. Себебі бүгін 4 рет ұмытып кеткен шығарым. Таңертең боянып жатқан кезде, сосын таксиға отқан кезде, сосын универден шыққан кезде, и қазір ұмытып, сосын одан кейін, мен влогым бар ғой деп, сосын қайтып бастап түсіріп жатырмын. Ну, я стараюсь. Сол үшін маған лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Мен қазір киініп алдым. Қазір полностью образды көрсететін боламын. Дана деген подругам. Біз екеуміз осы Дубайда танысқан болатынбыз. Ол тиктокерша. Ол Дубайға келген кезде мен оған инстаграмға жаздым. Даночка, сен маған видеоларың ұнайды, давай кездесейік деп. Сосын давай кездесейік деп. Сосын екеуміз кездестік. Бірақ ойда андай болған жоқ та, типа коллаб түсіру, видео түсіру деген екеумізде болған жоқ. Просто от души қыдырып, екеуміз деген әңгімеден әңгіме отыра салып, шаймен әңгімені періп, сөйтіп отырдық. Күшті қыз, вообще открытая, андай болды, свободная девушка, вообще классно. И ол 20-ға толды. Сол мені туған күніне қазір шақырған болатын. Бүгін осындай аутфит, если көрінсе, қас көрсін. Оп. Вот. Ой. Шатается. Осындай рубашка. Бұл рубашкаға байғыз 3 ба 4 жыл болған шығар. Zara, обычная рубашка, вообще классная. Сосын браслет, осындай H&M, как я вам говорила. Потом маманың берген сақинасы, осындай браслет и осындай браслет. Вот так вот. Давайте қазір мен Данамен все испортила. Встретимся там. Маған бар ғой, өзіме осы Дубай Маринаның
несі ұнайды осындай жүретін жай набережкасында осындай күшті погодамен. Еще қазір погода прям жып-жылы. Кешке қарай қатты ыстық емес, жайлы, сондай классно. Бірақ негізі өзім турист болсам, январда келмейтін едім. И мен өзімнің отбасыма, барлық туыс-туысқандарыма бәріне айтам. Февраль, январь, вообще декабрь 3 ай вообще келмеңдер деп. Өйткені су суық, не үшін келесің басқа суға түспегеннен кейін. Все равно жылы жаққа келгеннен кейін суға түскім келеді, загорать еткім келеді. Менің өзім уже загоралым кеп сөйтіп жүрмін да, бірақ күн шықпай жатыр. Күн шығады жарты сағат, қайтып кіріп кетеді деген сияқты ғой. Су суық. И примерно марттан бастап келсеңіздер, вообще мынауский погода болады. Прям жып-жылы болып тұрады, сука, күшті болып тұрады. Какие люди! Привет! Адема? Біз, короче, жаңа яхтадан шықтық. Күшті қыздармен таныстық. Біз уже екінші күн қыдырып жатырмыз. Вообще классные девочки. От души билеп, осындай күшті яхталарда. Вот так вот. Но девочки уже завтра улетают. Ничего страшного, будем общаться. Дана, қалай болды? Күшті өтті, бас настроение болған жоқ, потом бар настроение көтеріліп, потому что бейнеде өлең айтты. Мен өзімді жақсы көремін. Әдемі рахмет келгеніне, үлкен жаным бәшке подаркасын көтеріп, қолы ашық, қалма шақырған жер, Қазақстан шақырып келе салатын сияқты бар ғой, жаным. Бұйырсын, сонда бұйырсын, жаным саған рахмет, осындай әдемі қыз болып қала бер. Осындай қолың ашық болып Болды, жетеді болды. Люблю тебя! Ой, Goodbye! Көк түсті подставка дайын болды. Нормальный задний фон? Да. Опа. Ой, какая красота.